мүсіндік формаларда жасаудың өзіндік қырларын іздей бастайды. Көлемді қаржыны және де шығынды талап етеді. Бір жағынан қарап қабылдауға арнап ыңғайлаған. Сәлеметсіздер ме, құрметті Қаламарт бағдарламасының көрермені. Бейнелеу өнерінің сырлы әлеміне сіздермен бірге саяхат жасайтын өнертанушы Ыдырыс Зухра Асылбекқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың саны мүсін өнеріне арналмақшы. Мүсін өнері бейнелеу өнерінің өзінше бір қызық, күрделі және пішінмен жұмыс жасауды талап ететін түрінің бірі. Әрине, мүсін өнері қашан, қалай пайда болды деген сұрақтарға жауап іздейтін болсақ, бізді бұл сұрақ сонау ежелгі дәуірлерге жетелеп апаратыны сөзсіз. Сонау адамзат қашан бар, сол кезден бастап та мүмкін мүсін өнері болған шығар. Оған дәлел сонау палеолит дәуірінен бері келе жатқан культтік мүсіндер мен құдай аналардың бейнелері дәлел болмақшы. Мүсін өнері бейнелеу өнерінің ішінде үштік өлшемді талап ететін формада, яғни көлемде жұмыс жасауды қажет ететін түрі. Мүсін өнері ең басты өзінің қарастыратын нысаны адам және адамның қоршаған ортасы, адамның саналы тіршілігі. Мүсіншілер ежелгі дәуірлерде осы адамды мүсін өнерінде жан-жақты, әр түрлі қырынан қарастыра отырып, оның сыртқы және ішкі рухани әлемінің байланыстарын мүсіндік формалар арқылы, мүсіндік пішіндердің үндестігі арқылы жеткізуге тырысқан еді. Мүсін өнері өзі жұмсақ және қатты материалдарда жүзеге аса отырып, көрермен назарына ең соңғы аяқталған жұмысты қатты материалдарда ұсынады. Ал жұмсақ материал мүсін үшін бұл дайындық жұмыс барысы, немесе көшіру материалы деп аталады. Ермексаз, саз секілді материалдар бұлар мәңгі сақтауға келмейтін, тек жұмыс барысының алғашқы оны қатты материалға көшірем дегенге дейінгі мүсіндеу барысында қолданылатын жұмыс материалы. Кейіннен мүсінші жұмысты көрермен назарына мұражайда немесе қала көшелеріндегі ескерткіштер арқылы ұсыну үшін оны қола, тас, гипс, ағаш секілді қатты материалдарға көшіру керек. Қатты материалдар бұлар мүсіннің әртүрлі температурада, әртүрлі ортада, әртүрлі табиғи жағдайда ешқандай бұзылмай ұзақ уақытқа сақталып тұруына әсер етеді. Яғни соған жағдай жасайды. Сол себепті мүсінші жұмыс жасау барысында міндетті түрде ең соңғы ақырғы нәтиже қандай материалда болады? Жұмсақ материалда соны ескеру керек. Қолада болса, сол қола материалға ыңғайлап композиция жасайды. Таста болса, өзінің эскизін сол тастың пішініне, немесе композицияда тасты оюға ыңғайлы формаларға ықшамдайды. Ағаш та бұл статикалық материал, тас секілді. Сондықтан көбінде тас, ағаш секілді материалдарда композициялық шешім статикалық немесе симметриялық шешім тауып жатса, қола секілді, яғни қайта балқытып құюды қажет ететін алюминий секілді, немесе керамика секілді материалдарда әртүрлі формаларды жүзеге асыруға болады. Бүгінгі таңда Қазақстан бейнелеу өнеріндегі осы мүсін саласында қыш өнерін өзінің шығармашылығында бір ізді байланыстырып, сабақтастырып келе жатқан мүсіншілеріміздің бірі Бағдат Сәрсен. Бағдат Сәрсен, мүсінші, график, заманауи суретші, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, Солтүстік Кипр суретшілер одағының мүшесі. Бағдат Сәрсен оңтүстік өңірдің тумасы, Түркістан облысының тумасы. Сол Шымкент қаласындағы Қастеев атындағы көркем сурет колледжінен алғаш өзінің кәсіби білімін ала отырып, кәсіби білімінде ол керамикамен
қатысты білім алған болатын. Керамиканың қыш өнерінің қыр-сырын, одан мүсін жасау, немесе әртүрлі декоративті формалар жасау, немесе ыдыс-аяқтар жасауды сол колледж қабырғасында-ақ меңгерген суретші кейіннен академияға, яғни Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының мүсін мамандығына қабылданған кезде оны енді мүсіндік формаларды жасаудың өзіндік қырларын іздей бастайды. Осылайша мүсінші Бағдат Сәрсен тек қана мүсінді классикалық, академиялық, реалистік үлгіде ғана қарап қоймай, бүгінгі заманауи абстрактылы шешімдерінде де қарастырып, жаңаша тың ізденістерін ұсынуда. Бағдат Сәрсен мүсін саласында кәсіби білімін алғаннан кейін шығармашылықпен айналысу барысында қыш өнеріне бірден келе қойған жоқ. Алғашқы кезеңінде әрине ол мейлінше жаңағы мүсіндік формаларды өзінің алғашқы алған біліммен декоративті мазмұндарда шешуге тырысып жатқан болатын. Бірақ кейіннен жалпы мүсінші үшін мүсіндік туындыны, яғни шығармашылық жұмысын үнемі материалға көшіріп отыру көлемді қаржыны және де шығынды талап етеді. Және бұндай мүсіндерді кейіннен оны шығармашылық жұмыс ретінде сатылуы жаңағы үлкен мәселе. Сондықтан суретшілерді көбінде осы жағда қинайды. Ал қыш материалы шамот суретшілер үшін қолжетімді және де жан-жақты ізденуге мүмкіндік беретін материал. Кейіннен әсіресе осы Түркия елінде іс-сапарда болған кезінде Бағдат Сәрсен көп жаңағы мүсіндік формалармен іздене жүріп, бір күні керамикалық пеш, үлкен кәдімгі көлемді керамикалық пештің бар екенін байқайды. Сұрастыра келе, ол керамикалық пеште ешкім жұмыс жасамайтынын, жаңа жұмыс жасайтын суретшілердің жоқ екенін, бірақ материалдарының бәрінің дайын екенін ұғысып, өзінің осы Кипрге барған саяхатында өзінің ізденістерін осы керамикада жасап көруді ойластыра бастайды. Осы орайда ол көптеген керамикаға, қыш өнеріне ыңғайлы формаларды іздестіріп, эскиздер жасап, соның нәтижесінде алғашқы тырнақ алды қазіргі бізге танымды композициялық шешімдері жүзеге асады. Дегенмен олар да бірден пайда болған жоқ. Алғашқы кезеңінде ол декоративті сәндік формаларды жасады, бірақ керамикада ол сәндік формалар жаңағы кәдесый ретінде өзіндік бір жаңағы мазмұнға ие декоративті формалар ретінде шешілген еді. Солардың бірі мысалы қыштан жасалған мағанше деп аталатын туындысы. Түрлі түске боялған мысық формасындағы композиция мағанше атты туынды өзі тақырыбы айтып тұрғандай сұрақпен аяқталады. Демек, біз туынды композициясынан симметриялы шешілген мысықтың формасын байқаймыз. Мысықтың ішін суретші қуыс етіп алған және де оның басын шалқайған күйі көрсеткен. Мысықтың ішіндегі қуысқа ол сымға тізген секілді үш балықты тігінен және көлденеңнен кезектесіп орналастыру арқылы сәнді шешеді. Осы арқылы алдындағы асын бірақ қылғытып серіктесіне қалдырмаған мысықтың сондай бір жаңағы сүйкімді әрекетін өзінше бір композициялық мазмұнда тарқатады. Қайығатты жұмысы мейлінше бір бейкүнә, аңғал кезеңнен хабар беретін секілді, себебі жұмсақ, жаңағы батут секілді, жастық секілді жұмсақ формада атасының бейнесі шешіліп, ол шалқасынан жатыр. Ал оның қампиған қарны жайылып, мейлінше жұмсақ пішінге ие болып, оның үстінде етбетінен атасының ертегісін немесе тағда бір қызықты елтер әңгімесін тыңдап жатқан баланы көреміз. Осылайша атасы баласының, немересінің тәтті бейқам балалық шағының кепілі секілді. Осылайша екі фигураның байланысын қайық формасына ұқсатып шешу арқылы суретші
атасы мен немересі арасындағы жұмсақ, жылы, мейірімге толы қарым-қатынасты дөңгелек жұмыр пішіндер арқылы жеткізуге тырысқан. Кипрге барған саяхатынан кейін жаңа атап кеттік, оның бүгінгі абстрактылық мәнердегі пішіндері өзінің шығармашылық бір ізденістеріне ие болады. Солардың үлгісінде біз енді симметриялы, статикалы, мызғымас бейнелерді көреміз. Бұлардың барлығын мүсінші кейбір жерінде кейбір туындыларды шамотта орындап жатса, кейбір туындыларды түрлі түсті керамикада орындайды, енді бірін гипстан орындайды. Осы арқылы негізінен декоративтілікке, яғни сәнділік шешімге басымдық береді. Бұл кезеңдегі туындыларынан біз енді әрбір композицияда өте ұқсас оқылатын формаларды, немесе түстік шешімдерді, немесе белгілі бір қайталанбалы бейнелердің үлгісін көре аламыз. Осы уақыттағы туындыларының басым көпшілігі негізі геометриялық формаларға басымдық береді. Өнер тарихына бір шама шегініп көз тастайтын болсақ, кішкене супрематизммен және де геометриялық бір жаңағы кубистік бағыттармен байланыс бар екенін айқындаймыз. Суретші үшін бұл жерде сол статикалық, симметриялы, декоративті формалар арқылы оның астарында жасырған өзінің астыртын идеяларын, ойларын жеткізу маңыздырақ болып жатады. Көп жиі кездесетін кейіпкерлері бұлар ер адамдар мен әйел адамдар. Ер адамдарда автор негізінен сақалды ересек ер азамат ретінде бейнелейді. Бірақ оның талқылануы туынды мазмұнына байланысты кейде жағымды, кейде жағымсыз жағынан тарқатылуы мүмкін. Ал әйел адамдарды да суретші жалпы танымды бір бейнеде қарастырады. Бұл ұлттық атрибуттардағы шашы өрілген қыз балалардың бейнесі. Немесе заманауи мазмұнға сәйкес келетін қыздардың бейнесі. Қай жұмысын алып қарасақ та, бұл жерде суретші тек қана туындыны, ол мүсін болса да, бір жағынан қарап қабылдауға арнап ыңғайлаған. Себебі туындылардың барлығы фронтальды бір жақты композициялық шешімге ие. Көп кездесетін образдары бұл шаман, одан кейін теннисші, күнбағыс секілді туындыларында мүсіндік форма бірізді қайталанады. Барлығында ер адам мүсіні, ер адам бейнесі қолына белгілі бір жаңағы өзінің атына лайықты атрибутты ұстап, онымен бетін көлегейлеген күйі мүсінделген. Яғни теннисшіде ол ракетка, күнбағыста адам бейнесінің бетінің орнында тұрған күнбағыстың күлтесі, және де шаман бейнесінде бет әлпет тек қана дөңгелек шеңбер пішінінде ғана шешілген. Тек оның бетінің дөңгелек форманы теңдей екіге бөліп, төменгі жағын сақал үлгісінде, жаңағы жарты шеңбер үлгісінде өрнектеп қашап безендіріп шығады. Керамикада орындалған туындылар кейде бір түсті, немесе бірнеше түстердің қатынасында шешім табуы мүмкін. Бірақ олар екі немесе төрт аяғымен жерге нық тұрған статикалық қалпынан ауытқымайды. Адам денесі толықтай геометриялық формаға бағынған. Сонымен қатар суретші көлденең немесе тік сызықтарды ойып, немесе түрлі түсте беру арқылы композициядағы тегіс жазық форманы өзінше бір жаңағы бөліктерге бөліп, декоративтік тұрғыда безендіреді. Осылайша туындыны, мүсіндік форманы әр түрлі жазықтықтарда бір бетте қарастыруға болады. Жалпы бұл бізге кубизмнің де заңдылықтарын еске салатын секілді. Себебі Пикассоның ізденістеріндегі кубизмнің өзіндік ерекшеліктеріне назар аударатын болсақ, Пикассо өзінің кейіпкерлерінің образында әр түрлі беттердегі адамның, мысалы, қырынан, алдынан қараған беттерін бір жазықтыққа аудара отырып, тегіс бейнелеу арқылы оның көлемді жаңағы денеден тұратынын
жаңаша бір абстрактылық шешімде көрсетуге тырысқан болатын. Ал Бағдат Сәрсен дәл осы әдісті енді мүсін өнерінде формаларды алдынан қырынан қарап тұрған формалардың барлығын жазық геометриялық пішіндерге аударып, бір қырынан ғана тамашалауға арналған композициялық шешім арқылы шебер жеткізеді. Бағдат Сәрсен дәл осындай композициялық ізденістерде тағы келесі бір тақырыптағы жұмыстарын ұсынады. Бұлардың қатарында біз кілем ұстаған адам бір және екі деп аталатын туындыларын көре аламыз. Әр қайсысында бір түстік шешімде шешуге тырысқанымен, негізінен автор кілем қағушы адамның бейнесін көрсетеді. Балалық шағымыздан таныс бұл образ қазіргі таңда ерсі көрінуі мүмкін. Өйткені бүгінгі таңда ешкім далаға шығарып, кілемінің шағын қағып жатқанын көре қоймаймыз. Суретшінің балалық шағында бұл әр жаз сайын, немесе әр көктем сайын ұдайы қайталанатын балалық шағындағы бір естелік. Сондықтан да осы бір сәтті жаңағы теннисшінің күнбағыс секілді жұмыстардың композициялық құрылымында тағы да қарастырып көруді ойластырады. Осы орайда ол енді адам бетінің көлегейлеп тұрған элемент ретінде кілем қағатын қаққышты және де сол жақ иығына көтеріп тұрған алаша іспетті немесе тықыр кілемге имитация жасайтын кілемнің статикалық тік төртбұрышты бейнесін сомдайды. Осылайша суретші абстрактылық формаға, яғни геометризацияланған формаға белгілі бір ұлттық нақыш, ұлттық сипат беруге тырысқан секілді. Туындының бір жағынан біз ойық мүсіндеу әдістерін көреміз, яғни қолдың бүгілгені, қолына қаққышты ұстап тұрған арқылы бір жағы іс-әрекетте қозғалыста болып, сол ойықтардың әсерінен еркін жеңіл қабылданса, екінші жағы тік тұрған түзу тік төртбұрышты формадан тұратын кілемнің бейнесі арқылы статикалық қатаң шешім алады. Бірақ оның бетіне түсірілген бедерлі геометриялық өрнектер тағы да сол тұтастықты бұзып, туындының біршама декоративті жеңіл қабылдануына жағдай жасайды. Дәл осы кілем ұстаған адамның бейнелерін ол әрі қарайда жалғастырып, бірнеше нұсқаларын қарастырып көреді. Бұның барлығы суретші тарапынан композицияны жан-жақты ізденудің жолдары. Суретшінің тағы да осындай келесі статикалық, симметриялық үлгіде шешім тапқан абстрактылық формалары кактус, әйел және де кентавр секілді жұмыстар арқылы көрініс табады. Бұл жерде біз бөтелке формасына ұқсас, сәл геометриядан сәл жұмсарған адамның жаңағы бұлшық еттеріне сәл де болса да бір тұспалдау жасайтын формалық ізденістерді көреміз. Кактус әйел бейнесі де өте қарапайым шешілген, бірақ өзінің негізінде бұл палеолиттік венераларға сілтеме жасайтын секілді әсер қалдырады. Себебі палеолиттік венералардың да формалары осындай примитивті әрі өте қарапайым шартты үлгіде шешілген болатын. Кактус әйел бейнесінде де кактустың силуэттік үлгісін ала отырып, суретші оны енді силуэттік бейнесі не нәрсемен ассоциация жасайды. Кейбір кактустың формаларында мүмкін әйел образымен ассоциация жасайтын шығар. Сол үлгіні ұтымды пайдалана отырып, осындай көгілдір түсті глазурмен көмкерілген мүсіндік бейне арқылы өзінше жеткізеді. Яғни бұл жерде әйел деп атау арқылы оның сәл әйел дене бітімінде тым қатаң немесе үшбұрыш формаларға емес, сәл жұмсақ дөңгелек формаларға басымдық беру арқылы әйел бейнесі, әйел адамның дене бітіміне жақындық бар екенін айқындайды. Ал кентавр атты жұмысында біз керісінше екі фигурадан тұратын композицияны көреміз. Бұл жерде суретші төрт аяғымен нық тұрған композицияда аттың формасын өте жалпақ етіп көрсетілген, ол құдды бір үстел секілді, және одан жоғары қарай өрлеп ер адамның асқақ, өр
қайсар образына сілтеме жасайтын пішін өсіп шығады, және де оның артында отырған әйел адамның немесе антропоморфты тағы да бір бейненің үлгісін көреміз. Осылайша суретші декоративті формалар арқылы мүсін өнерінде қышта осындай бір кентаврдың өзіндік шешімін ұсынады. Бағдат Сәрсеннің шығармашылығын қарастыру барысында көбінде оның ізденетін композициялық шешімдеріне байланысты топтастырып қарастырған қызығырақ. Сол арқылы біз суретшінің ізденіс барысын бақылай аламыз. Келесі бір жұмыстары зіл, палуан және де адам мен ит атты композициялары арқылы көруге болады. Бұл жерде де суретші әлі сол статикалық, симметриялық шешімді жалғастырып жатыр. Бірақ бір ерекшелігі зіл және адам мен ит атты тақырыбындағы мүсіндік композицияларына назар аударатын болсақ, алғашқы кезеңдегі қатаң геометриялық пішіндер енді жұмсарып, дөңгеленіп, цилиндр тәрізді формаларға ие болады да, аяқ жағында адамның аяғын сол аяғында алдынан қарап тұрған секілді, ал оң аяғында қырынан тұрған секілді қарастырады. Ал адамның үстіндегі киімі, белбеуі, аспалы майкасы сызықтармен тұспалдап көрсету арқылы жеткізілген. Осылайша мүсінде енді суретшінің образды тек қана тұтас бір көлеңке силуэт ретінде емес, оны бір графикалық жаңағы туынды ретінде де бетін бедерлеу үлгілерін жасау арқылы тарқатуын көре аламыз. Кейін осы ізденістері әрі қарай дамып, суретшіде жаңа бір туындыларында жаңаша бір шешім тауып жатады. Суретші енді адам мен ит және палуан атты жұмысында киімнің атрибуттарын немесе иттің белгілерін жаңағы графикалық нақыштау, яғни кейбір детальдарын сурет секілді сызып көрсету арқылы жеткізе бастайды. Осы арқылы енді ол графикалық суреттеу мен мүсіндік формаларды біріктіріп, жаңа қызықты бір ізденістердің үлгісін ұсынады. Әрі қарай осы ізденістері жалғасын тауып, түрлі түсті глазурмен көмкерілген ескі базар атты жұмысында өте ұтымды шешім тапқан, яғни шығыс базарының ертегілердегі немесе шығыс жаңағы фильмдеріндегі шығыс базарының кейіпкері ер адамның бейнесінде шешім табады. Суретші оның статикалық бейнесіне, статикалық жаңағы формалық шешіміне әлде қандай қозғалыс, жеңілдік әсерін беру үшін қарбыз тілімдерін иықтарына жаңағы орналастыру арқылы шешеді. Бұл иықтарына орналасқан қарбыз тілімдері симметриялы емес, яғни бір жағында екеу, бір жағында біреу. Және олар доғал жағымен тұрғаннан кейін біздің санамызда ассоциативті тұрғыда қозғалыс әсерін береді. Осылайша қатаң шешілген симметриялы, статикалы пішінге енді жеңілдік әсерін бере бастайды. Формалық жағынан, мүсінді декоративті жағынан ойнату үшін қарбыздардың бейнесі, қарбыз тілімдерінің бейнесі туындының астындағы постаментте дәл сол үлгіде, жарты шеңбер үлгісінде ойылған 4 жаңағы элемент арқылы қайталанып, бірізді бір теңестіреді. Осылайша суретші көрерменін жаңағы енді әңгімеге қарай шақырған секілді әсер қалдырады. Бұл туындыларында суретші бәрібірде суретшінің алғашқы мүсіндеу үлгісінен, мүсіндеу принципінен қатты алшақтап кетпеген байқаймыз. Себебі туынды әлі де айналып қарауға арналмаған. Ол тек қана алдынан бір жағынан ғана қарап тамашалауға бағытталған. Бағдат Сәрсеннің мүсін өнеріндегі қатаң геометризациядан енді декоративтік формаларға біртіндеп ойысу барысын бәдіз арқылы жұмысынан байқай аламыз. Бағанағы атап кеткен графикалық мәнерлеу, форманы декоративті шешу және геометриялық қатаң симметриялы формаларды әлі де негіз ретінде алудың барлығының қосындысы осы бәдіз арқылы жұмысында айқын көрініс тапқан. Қатаң симметриялы шешім бәдіз бейнесінің балбал секілді бейнесі арқылы шешім табады. Себебі ол тік
үлгіде жоғарғы жағында басынан мойнымен тұтасып иығына қарай жалғасып қолына қарай ұласып кеткен бейнесін көреміз. Ал енді қолында оның белгілі бір ыдыс ұстағанын байқаймыз. Дәл осы жерінде мүсінші жаңағы балбалдарға сілтеме жасайды. Себебі балбалдарда біз мүсіндердің кеуде тұсында қолына тостаған, шыны секілді белгілі бір ыдыстарды ұстап тұрған байқаймыз, және ол бедерлеп жаңағы контурлап сызықтарды контурлап көрсету арқылы көрініс тапқан еді. Яғни ол толық мүсінделіп мүсіндік жаңағы форманың денесінен шыққан жоқ еді. Әрі қарай ұлттық сипатты беруде енді суретші бәдіздің үстінде киімдерін бұрынғыдай көлденең тік сызықтар арқылы берумен шектелмей, енді оны өрнектей бастайды. Және ол өрнектер мүсіндік формамен тұтасып, шынайы үндестікте көріну үшін өзінше бір жаңағы оны кейбір жерлерінде тон беріп, рең беріп, бояп, немесе жаңағы наждақтап, оның жаңа қырларын жоғалту арқылы шешеді. Және осы өрнектеу әдісін ол енді сақалдың бейнесінде де көрсетеді. Яғни сақалды ер адам образы оның шығармашылығының алғашқы кезеңінен келе жатқан еді. Бірақ осы бәдіз бейнесін енді заманауи шешімде интерпретациялау үшін автор көзәйнек секілді атрибуттарды қолдана бастайды. Енді оның бұдан кейінгі туындыларында көзәйнек ажырамас бір атрибутқа айналған сияқты. Оны біз әйел адамдардың, ер адамдардың бейнесінен, тіпті кейінгі графикалық жұмыстарынан да осы көзәйнек, сақалды адам образдарын бірізді қайталанғанын байқаймыз. Тағы бір статикалық мүсінге динамика, сәл де болса жеңілдік әсерін беру үлгісі, оны ою өрнектермен бедерлеп безендіруден қатар, төменгі жағында ойық жаңағы тесіктер қалдыру арқылы жүзеге асады. Бұны суретші бұрын адам мен ит тақырыбында оны мүсіндік формаға тұтастырып, тек сызық арқылы айқындаған болса, енді бәдіз туындысында қой баққан адамның, яғни қошқарлардың ортасында адамдың арасында тұрған көрсету үшін төменгі жақтарды сол қошқарлардың аяқтары, сирақтары арқылы көрсетеді да, ол сирақтардың арасын ою арқылы ауа өткізеді. Соның әсерінен мүсін бұрынғыдай статикалық шешімін сәл де болса жоғалтып, жеңілдей түседі. Бірақ сол бедерлеу әдісі, сызықтармен мүсіннің бетін өрнектеу әдісі сақталып, кейінгі графикалық туындыларында да жалғасын бірізді тауып отырады. Автор осы ізденістерін енді әрі қарай дамыта отырып, алдыңғы статикалық шешімге мейлінше бір қозғалыс әсерін, динамика беруге ұмтылады. Осындай мазмұндағы жұмысын енді біз скейтбордист, яғни скейтбордшы туындысынан байқай аламыз. Қырынан скейтбордтың үстінде тұрған адам сәл жаңағы қатаң симметриялы шешімін енді сәл өзгерткен. Оның қолдары бір-бірін қайталағанмен қолдарының иірімі, аяқтары бірі түзу, бірі екіншісі еркін қалыпта бейнеленіп, оның астындағы скейтбордтың бейнесі бедерлі шешім табады да туындыға қозғалыс береді. Ал кейіпкердің бейнесінде жаңағы біз замандастарымыздың, осы бүгінгі жастардың бейнелерін көре аламыз. Яғни шашын буған ер жігіт көзәйнек таққан күйі, скейтборд тепкен сәтінен ләззат алған күйі жаңағы қалықтап бара жатқандай әсер қалдырады. Бағдат Сәрсен сонымен қатар өзінің жүруші атты жұмысында қайтадан статикадан, жалпы мүсін өнеріндегі статикадан динамикаға көшу барысындағы 1000 жылдық тарихқа өзінше бір қорытынды жасағандай әсер қалдырады. Бұл жерде біз массивті, көлемді, келген торысты көреміз. Бас маңызды емес суретші үшін. Сондықтан да суретші ол басты барынша шартты түрде шеше салған, ол тіпті мойнымен тұтасып кеткен секілді әсер қалдырады. Қол да маңызды емес, сондықтан суретші оны дененің артына жасырған. Бұл жерде жаңағы 1000 жылдық мүсін өнеріндегі статикадан динамикаға ауысудың 1000 жылдық тарихын өзінше қорытындылады дейтініміз, маңызды мүсіннің алға қарай адым жасауы және адым жасау әсерінің сезілуі. Сонау ежелгі Мысыр, одан кейінгі Грекия өнерінде де осы адым, яғни қадам жасау мүсінде бір
тастың немесе жаңағы қатты материалдың формасына құрсауланып қалған секілді әсерде қатып қалған болатын. Мысыр мүсіндері де, грекиялық мүсіндері де осы адым жасау үлгісінде мыңжылдықтарда қалыптасып, негізгі мүсін өнерінің классикалық үлгісінің түп жаңағы қайнар көзі ретінде қарастырылды. Тек классикалық ежелгі грек кезеңінің классикалық, жоғарғы классикалық кезеңінде мүсін өнерінде динамиканың лебі статиканың құрсауынан босаған болатын. Мінекей Бағдат Сәрсен осы жүруші атты бейнесінде тек қана торысқа, яғни денеге және аяққа мән беру арқылы осы қозғалыс әсерін, мүсін өнеріндегі қозғалысқа деген жасалған мыңдаған қадамдардың бейнесін жеткізгендей әсер қалдырады. Бағдат Сәрсен тек қана мүсінші емес, ол сонымен қатар соңғы кездері белсенді түрде графикамен, түрлі түсті графикамен, аралас техникада жасалатын графикамен айналысып келеді. Графикасы да өте қызықты, және де ол өз алдына қарастыруды талап етеді. Сондықтан Бағдат Сәрсеннің графика өнеріндегі ізденістерін біз келесі бір тақырыптарда қарастыра жатармыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қалам арт бағдарламасына жүрекше қойып, жазылып кетуді ұмытпайық. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.